алейкум рахматуллахи ва баракату. Қадірлі көпшілік қауым, мына бүгін Алла қаласа қасиетті Рамазан айының соңғы күнінің 23-ші кешінде отырмыз. Пайғамбарымыз Айша анамыздан жеткендей, соңғы 10 түнде өте қатты ыждахатты болды дейді, қатты түн іздеңдер деп айтқан дейді. Тақ түндерінде біз енді Убей ибн Кааб, Алла ол кісіден разы болсын, сол сахабадан 26-сынан 27-сіне қараған деген, мен Алламен ант етемін, сол қадір түн деп айтқан үшін бүкіл әлем 26-сынан 27-сіне қарағанды күтеді енді. Бірақ дегенмен соңғы біз ол жасырын қойып қойғанда қадір түн 1000 айдан да хайру мин альфи шахр деген сол түн, мына 23-ші бүгінгі түн, 25-ші түн, 21-ші түн, 27-ші, 29-ші түнде болуы мүмкін. Сол үшін бұл түнде шама келсе, жаңағыдай қиямул ләйл дейді, түнде қадір түнін күткен жақсы. Енді мына тахаджуд деген намаз бар, өздеріңіз білеміз. Бұл құптан намазды оқығаннан кейін бір ұйықтап алып, одан кейін оқылатын 2 ракағат болса да, 6 ракағат болса да 2-2-ден оқитын намаздар, түнгі намаздар. Өйткені Пайғамбарымыздың хадисі бар, түнгі намаздардың мәсна намазы 2 ракағаттан оқылады деген. Тахаджада деген сөз араб тілінде ұйқысын бұзу дейді. Сөйтіп оқылатын намаз, ұйықтап барып оқылатын намаз. Ал мына қиямул ләйл бұл қалай өтіледі? Қадір түні біз түнде күткен уақытта Құран оқысақ болады, тасбих тартсақ болады, діни кітаптар оқысақ болады. Яғни басқа дүниеви нәрсемен айналыспай, жақсы бір амалдармен тұтып намаз оқысақ болады. Сол күтіп таң атқанша отыратын түндерді қадір түнінде сондайды күтетін түндер болса, қиямул ләйл деген сол болады. Әлбетте соның ішінде бір көз іліп алайын деген емес, өйткені сіз сол іліп алған кезде қадір түнінен сіз махрұм қалып қалуыңыз мүмкін. Құранда айтылғандай хайру мин альфи шахр деген сөз 1000 айдан да хайырлы дейді, тіпті одан да артық болуы мүмкін бұл сол түн. Сондықтан Алла тағала бәрімізге сол қадір түніне жолығуымызды нәсіп етсін, оразамыз қабыл болсын. Негізі бәр ал-ағмалу би-хауатимихи деген Пайғамбарымыздың хадисі бар. Әр амалдар адамның соңына байланысты деген. Сондықтан біз оразаны қалай ыждахатты бастасақ, соңғы күн бір-ақ апта қалыпты ғой. Енді осының ішінде біз қадір түніне жолыққалайықшы, жақсы амал жасақ қалайықшы деп сондай ыждахатпен өткізуіміз керек екен. Алла тағала қабыл етсін. Рамазан айында біздерге райян жәннаттарына лайық ораза ұстап шығуымызды нәсіп етсін. Алла тағала біздерді қадір түніне жолығуын нәсіп етсін. Ел іргесі тыныш болсын. Мына күн мен түн теңеліп жатқан еліміздегі осы мына Наурыз мейрамы күнінде де Алла берекесін жауғызсын халқымызға. Әлемде тыныштық болсын, оразамыз қабыл болсын. Әмин.